Половое воспитание деген жоқ қой. Месеки, песеки кеватса өзімізде бір ойбай қанапты ғой деп ұялып жаңағы жерде мата-патамызды салып битіп жүреміз. Жігітпен жүргендегіні айта алмаймыз. Жігітпен жүрсең сен ит жайлепсің. Негізі вообще қазақ осы қыздарының тәрбиесін айтып жатырмын. Сендер битіп асықпаңдар өсек тыңдауға. Сендер басынан бастап миларыңа құйып алыңдар. Неден басталатын осының барлығын, иә? Вот, половое воспитание, то есть әйел адам өзінің қыздарымен ашық әңгіме айтуы, ер азаматтың өзінің ұлдарымен жаңағыдай жасөспірім жасында әңгіме айтып, ашылып, қыздарға тиіспе, бүйтпе, сөйтпе, ер азамат деген осындай болу керек, сөйту керек, бүйту керек. Әйелдің жаңағы өзінің қызына беретін осындай тәрбиесі жоқ та, бізде пробел да бұл жақта. Шынымен ғой. Тоң киғып, жұқағып қамыр жаюды үйретеді, еркегіңе иілуді, аяғынан аттап баспауды, дауыс көтермеуді, измена жасаса ұрса кешіруді, қайтып келмеуді барлығын үйретеді біздікілер, блядь. Но әйел ер азаматымен қалай сөйлесу керек, қалай күлу керек, қалай қылмыңдау керек, я? Не істеу керек, я? Басын кетіріп қою үшін. Қалай ол ғашық болады? Түнде не істейді? Жоқ, айтпайды ғой, ят қой, потому что, ят қой. Да? Вот. Жігітпен де жүрмейсің, қарым-қатынастың не екенін білмейсің. Аласың да, байға шығасың. А вот байға шыққаннан кейін ары қарай не істейтінін білмейсің. Сен кухарка, да, любовница, нет. Понимаешь? Мама, да. Сексуальная тигрица, нет. Қамырды жайып жатырсың. Әр жайғаның сайын қамырың жұқарып, әдемі боп, керемет асың дайын. Жаңағыдай мөлдір айтпақшы, Тұрсекең жатат дейді. Ыстыққы бәліштерін пісірем, күтемін дейді тұрғанын. Күтеді. Потому что ты же идеальная женщина, идеальная жена, да? Күтесің ыстық, потому что ол қытырлақ, хрустящий, жағы бауырсақты жақсы көреді, бәлішті жақсы көреді, я? Жағы балықты жақсы көреді. Азанда қаншада тұрғысы тұрады өзі, ол деген еркек қой, я? Вот. Оның барлығы гуд, да? А түн ше? Түн ше, түн. Қалай сендерде түн? Вопрос. Түнде занавесканы ашып қарайтын болсаң,